Қыздар, бүгін тұздалған қияр дайындаймыз. Менің басқа да банк жабу тәсілдерін көре алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен дәл осылай қиярдың екі шетін алып, тазалап, жуып, бір суға 2-3 сағатқа салып қоясыздар. Оған дейін банкіні де парттауды ұмытып кетпеңіздер. Дәл осылай партталған банкіге енді заттарды жинастыратын боламыз. Ең алдымен лавр жапырағын саласыздар. Мен 2 литрлік банкіге 5-6 дана лавр жапырағын салдым. 3 дана болгарский кесіп, позын кеспей қалаларыңыз бойынша 2 ащы бұрыс, 4-5 тіше салдым чесноктың. Сосын осылай қиярды саламыз. Қиярды салған кезде міндетті түрде қыздар нығыздап салыңыздар. Сонда ол су құйған кезде жиырылып, кішкене болып қалмайды, толып тұрады банкіңіз. Сосын осы жерде көрсетілген менде кептірілген укроп, ал негізі жасыл укроп салсаңыздар да болады, өз қалаларыңыз бойынша. Енді мына қара ірі бұрыш, бұны қоспасаңыздар да болады. Міндетті емес, бірақ мен қостым. Бұл қазір суды құйған кезінде өзі түсіп қалады. Дәл осылай банкін толтырып болып қайнаған су құясыздар да, қалған банкілерді де дәл осылай көрсетілгендей осы заттармен жинайтын боласыздар. Енді бұған да толтырып болып, укробын барлығын нығыздап салғаннан кейін үстіне қайнаған су құйып, крышкасымен жай жауып қоясыздар. Енді дәл осылай екеуін немесе өздеріңіздің барлық банкілерін жауып болғаннан кейін бір жарты сағаттан кейін суды осындай крышка кигізіп төгіп тастайсыздар. Сосын бұл крышка кез келген магазинде табылады. Дәл осылай суын төгіп болғаннан кейін үстіне қайтадан жаңа қайнаған су құясыздар. Жаңадан қайнатып құясыздар. Енді бұл суды да крышкасын жауып, жай бетін жауып қоясыздар. Дәл осылай бұл екінші рет қайталанып жатыр. 2 рет суын төккеннен кейін үшіншісінде уже біз банкіні жабатын боламыз. Міне, екінші суды төктім, бұрыштардың барлығы кетіп жатыр. Қажет емес, қалғаны қалды, қалмағаны қажет емес. Дәл осылай банкінің бәрін суын төгіп болғаннан кейін енді тұзы мен уксусын саламыз. Және бұл жерде айта кетейін мөлшерлерін: тұз 1 литрлік банкіге 1 ас қасық саласыздар, 2 литрлік банкіге 1,5 ас қасық саласыздар толтырып. Ал 3 литрлік банкіге жасайтын болсаңыздар 2 ас қасық тұз саласыздар. Толтырып салыңыздар міндетті түрде, аз болып қалмасын. Дәл осы көлеммен жасасаңыздар жақсы тұздалады қиярларыңыз. Енді үстіне дәл өстіп қайнаған суды үстіне құясыздар. Екеуіне толтырып крышкасына дейін бетпе-бет келгенге дейін құясыздар барлық ыдыстарыңызға. Сосын осындай сіздердің крышкаларыңыз міндетті түрде партталған болу керек. Басынан бастап крышканы да парттауды ұмытып кетпеңіздер. Енді міне көрдіңіздер, суын толық құйып болдым. Енді келесі кезек уксуста. Уксусты негізі көп қосудың қажеті жоқ. Қыздар, бұл банка тұрған сайын дәмі шығып кетеді. Сондықтан жарты кіші қасықпен ғана уксус салдым. Енді міне жұмыс бітті. Енді тек банкін осылай жабу ғана қалды. Енді қыздар, менің арнамда басқа да керемет видеоларда рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де қандай видео рецепт күтесіз, сіз комментарийға міндетті түрде қалдырыңыздар. Міне осындай керемет банкілер дайын. Сіздер де міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіз. Ешқашан атылмайды, мен гарантия беремін. Рахмет.